4 ондықты артқа тастаған орынша тірлікте дәл осылай ала бұртып асып саспап еді. Елемес Рамазанұлымен ғұмырында бірінші рет беттесіп креслоға маңғаз отырған оның қою қара шашыны алғаш рет абайлап тарақ тигізіп, алақанымен уыстап ұстайтындай көңілі алып ұшып орнына түспеді. Тіпті 3 айлық шаштараздар курсында оқып жүріп, тәжірибеден өтуге барып, бірінші клиенттің шашын қырқ еткізіп қиғанда да жан дүниесі бұлайша толқып, қатты қобалжымап еді. Асқазанында қоса сыздап, кейде құлағы шаңылып, жүрек тұсы да шаншып қояды. Не болса да айтамын, бітті. Ол 63-те, мен 40-тамын. Ол басқа облыста, мен енді елімдемін. Менде адамша өмір сүріп, түтін түтетуім керек, ана болуым. Осыны ойлағанда мүдіріп қалды. 40-тан асқандар да бала тауып жатыр ғой. Қойшы, нағашымның әйелі 50-ден асқанда туды. Мен бірақ аналық мүмкіндігімнен айырылып қалғам жоқ бекеммін. Орынша үстіне қара көйлегін іліп, бетіне опа жағып, ерін шиедей ғып бояп, тым әспеттенбей-ақ қарапайым күйде кездесер жерге жетті. Кешікпес пе екен, кім біледі? Мен ешқашанда кешікпеймін. Ол облыстық әкімшіліктің алдына келгенде қара джип қасына тақау тоқтады да, есік ашылып, ішінен әкімнің көмекшісі шықты. Мінгізіп алып, таныс жолмен тартып отырды. Бұл жол тау етегіне апарады. Осыдан 20 жыл бұрын осы жолмен алғаш жүргенде қыз болып барып, әйел болып қайтқан. Онда Елеусіз Рамазанұлы облкомның бірінші хатшысы болатын. Өзі жұмысты жаңа бастаған обкомның шаштаразы. Бірақ рет шашын алдырып, сақал мұртын бастырған адамның қонаққа шақырғанына қатты таңғалды. Бәлкім сақал шашын алатын болармын деген дегенде. Бірақ онда ескерту болмады. Құрал саймансыз қырқол шықты. Тау етегіндегі саяжай дегені даңғарадай 2 қабатты үй екен. Бірінші қабаты кеңсе сипатты мәселе шешетін орында, екіншісі жатын орын, душ бөлмесі, кино залы секілді этикалық мәні бар құндылықтар. Бірден 2-ші қабатқа көтерілді. Бірінші хатшының көмекшісі шешіндіріп, киімін іліп, жайылу дастарханға келді. 3-еуі ғана. Шайды де көмекшісі дайындап, даяршыдан бетер зыр қағып жүр. Сып-сидам жігіт еркек басы мен әйелдің тірлігін майысып мінсіз атқарады екен. Шайды мен құяйын дегенде Елеусіз Рамазанұлы: дұрыс-ақ, Жарқын, сен таңертең кел, деп көмекшісіне рұқсат беріп, шайнектің құлағын қызға ұстатты. Тағам толы үстел басында екеуі қалды. Дастарханда құс үстінен басқаның бәрі бар. Бұл көрмеген балық пен уылдырық, оралған кәмпит пен ашық-шашық жатқан кәмпиттің неше түрі. Қызыл гүл мен жасыл жапырақтың бейнесі өрнеленген тіске жұмсақ топ-томпақ торт. Құйған шайың тәтті екен, деді обком басшысы кішкентай баладай тіл шығара сөйлеп. Маңдайым тершіп қоя берді ғой, мә өзіңе, деп күміс тостағанға бірінің үстіне бір өрмелеп шығып жатқан шоколад кәмпиттердің қабағын аршып ұсынды. Шайды енді мен құяйын, сен қонақсың ғой, деп түрегеліп, орын ауыстырып төрге оздырды. 20-дан енді асқан балаң бойжеткен ләм деген жоқ. Бұрын 1-2 рет көрген кісінің қарапайымдылығына тәнті болды. Шай құйғанда қолы дірілдемеді. Шайнектің тұтқасын ұстау, қайшы мен тарақ ұстаудан да қиын емес. Депутат, орталық комитеттің мүшесі, делегат секілді биік мәртебелі адамның шашын алып, сақал мұртын басу ептілікті қажет етсе, ыбыстық шайнектің иіліп келген тұтқасы қолға икемдақ. Бұған еш қиналмады, асып саспады. Қол күші де жетіп жатты. Тек бір таңғалғаны, 7 күнде өзін неге шақырды екен? Көмекшісі қазір жұмысқа кел деп үйіне телефон шалды. Келген бетте осылай қарай алды да шапты. Мен сенің қолыңды бірден ұнаттым. Қолың сондай жеңіл екен. Соны байқауда бірінші орынға 2 адам таластыңдар. Біреуі бір кексе неміс әйел. Мен бізге өз ұлтымыздан болғаны керек. Қазақ қыздарын этикалық кәсіпке баулу керек. Бірінші орында осы орынша Қамысбаеваға деп отырып алдым. Рахмет, деді баяу ғана. Енді іш мен құйған шайдан. Ой құдай-ай, маған обкомның бірінші хатшысы өз қолымен шай құйып беріп отырма деп орынша өз көзіне өз сенбей шайдан бір тұтарды. Өңім бе, түсім бе?
Сені біраз іздедім. Қалалық автовокзалда істеп жүр екенсің. Шұғыл алдырыңдар. Обкомның шаштаразы өзіміздің қарагөз болу керек, дедім. Елеусіз Рамазанұлының айтқанының бәрі рас. 3 айлық курсты бітіріп, байқауда 1-ші орын алып, қалалық автовокзалға шаштараз болып орналасқан. Бір күні қалалық тұрмыс қажетін өтеу комбинатының директоры шұғыл шақырып ап, обкомға ертіп кеп, іс басқарушымен жүздестірді. Ол шаштараз бөлмесіне бастап келді, таныстырды. Өзінің дұрыс киініп жүру керектігін, жұмысқа ешқашан кешікпеуін, кейтінде де келіп қалатын кездері болатынын, обкомның бюро мүшелері мен бөлім меңгерушілерінің және олардың көмекшілерінің сақал шашын алатынын тәпіштеп түсіндірді. Қолына бірінші кезекте деп бір тәпішке ақша ұстатты. Бұл 300 сом екен. Ертең бірінші келіп, сақал шаш алдырады. Ол кісі Мәскеуге жол жүреді. Съезге делегат. Өте ұқыпты бол, деді. Кешкі 6-дан кейін 2 сағат күтті. Қарны ашып, асқазаны шырылдады. Дәмхана жабық. Көшеге шығып келуге тіпті болмайды. Көмекшісі: ешқайда кетпе. Елеусіз Рамазанұлы сақал шашын алдырады. Ертең жол жүреді, деп тағы да бір ескертіп, телефон соқты. Бір мезет көмекшісі: отырсың ба, деп хабарласқанда: отырмын ғой, сағат 8-ге тақады. Қарным аш адам тоқ адамға қалай қызмет көрсетеді, деп айтып салды. Сірә аштық не дегізбейді, тоқтық не дегізбейді деген сөз осындай жан қиналысынан шықса керек. Сол-ақ екен, жапалақ көз сидам көмекші сымы шұбатылған төк шайнек пен кәмпит, пешеней, тұтастай бір қорап торт әкеліп берді. Шайнек басы бүтін сенікі, шай қойып ішесің, деп ескертті. Торт жеп тойыңқырап қалған кезде көмекші алда хат жартта кіріп келді. Жұмсақ креслоға жайғасқан жас, шамасы 40-тарға тақаған кісі: қандай үлгіде алайын, деп шаштараздың дәстүрлі сұрағын қойғанында таң қалды. Қысқашасы: Мәскеуге кетіп барам ғой, сосын өзіңе ұнағанын жасай бер. Партия, совет қызметкерлеріне селдір селкеуі жоқ, құлақты ашқан қысқа шаш үлгісі тән әрі бұл үлгі басшыны тойған қоздай монтитіп көрсетеді. Елеусіз Рамазанұлы: сақал мұртыңызды алайын ба? Ал өзің сұрап тұрғанда, деп күлді. Хош иіс аңқыған көбікті көпірште жағып, атақты бетті әп-сәтте тазартып, соңынан майдай жұмсақ алақаны мен бет жылтыратқыш иіс маймен сүйкеп, әртүрлі гүлдердің жиынтығынан жасалған әтір бүрікті. Енді Мәскеуге ұша беруге болады, деді креслодан тұрып жатып. Елеусіз Рамазанұлы маңдайы ашық, қырғи тұмсық, жуан мойынды, нағыз еркек тұлғалы азамат екен. Мана аққа оранып отырғанда айнадан көздер түйісіп қалып, абдырап, құлақ түбіндегі шашты қайшының ұшымен сәл ауырта қырықты. Соны байқаған ел ағасы айнаға тура қарамай, көз ырбатысып қалар сәтте жанарын төмен салды. Құлақ пен танау ішіндегі тікірейген қыл қыбырды түтін қалдырмай қырқып, тазалау шаштараздың саусақ ұшынан қалмайтын ұсақ түйек болғанмен ұқыптылықты қалайтын міндет. Ол үшін үшкір қайшының ұшын шебер пайдалану қажет. Адамзаттың осы екі мүшесін өте сезімтал қылып жаратыпты. Тіпті тиіп кетсең қытығы келіп тез оянатын сезім мүшелері де осы екеу екен. Сондықтан әрі сақ, әрі абай болуды ұстаздың аузынан талай естіген. Тіпті қастың шошайып тұрған артық қылын қайшы ұшымен қырт еткізіп қиып тастаудың еш қиындығы жоқ. Бір еңкейгенде-ақ епті қолдың қажырымына кететін әдіс. Анда-санда өтетін шаштараздар семинарында сабақ жүргізушілер партияның бас хатшысы қалың басын бояп, ерекше күтімге алатынын да сырғып айтатын. Ал шаш пен қасты бояу да шаштараздың шеберлігіне тән етіп таңдайтын жұмыс. Келуші тапсырыс беріп, қажет етсе, сен қашанда дайын болуың керек. Хош иісі аңқып, сандықта сығылысқан әртүрлі бояу сенің қолың арқылы әсемдік әлемін бұрқыратып шығып, өзге бір жанның жан дүниесін рахатқа бөлуі керек. Бұлар бетпе-бет осылай жүздескен. Арада 15 күн өтіп, Мәскеуден келісімен түн жамылып тау етегіне тағы да кездесті. Хатшының қолынан шәй ішкені
орыншаға таңғалып тәнті етті. Осы әкімнің бас болмысын есте сақтау шаштараздың бір ерекшелігі болса, ат жақты бетке біткен сопақша келген қасқа да бас өзінің мәңгі есінде. Үйің жоқ қой, деді, тағы да бір кесе шай құйып отырып. Жатақханада өз үйім. Иә, газетте сондай рубрика бар. Үйде орденде болады. Тек жақсы жұмыс істеп, шеберлігіңді шыңда. Айтпақшы, біз неғып отырмыз шарап ішпей? Сен шарап іш, мен коньяк ішейін. Мәскеудікі, съездікі. Облыс басшысы өз қолымен тырна сирақ рюмкеге құйған қызыл шарапты жартылай ішті. Көз қиығын бір салып өткен хатшы армян коньягын түгел тауысып қойды. Тағы да құйды. Мынау менің алтын қолым. Біздің қыздардан шаштараз бен кітапханашыны көбейту керек. Қазақ бұларды мамандық деп есептемейді. Сенің этикалық талғамың үшін, общем сен үшін. Орынша тағы да орталай алды. Бұрын қыз ойнақтарда тәтті дәм тіл үйретін шарапты жақсы ішіп жүретін. Оның үстіне самаладай жарқыраған жиһазбен жаңаша ләззат берер құнттай тазалық көңілін бірнеше саты жоғары көтеріп тастады. Ергезек үшке дейін, енді біздің туған жеріміз үшін. Съезде біздің ел жақсы аталды. Соған қосқан біздің облыстың да үлесі зор. Ел мен жер үшін, деп өзі түгел ішіп қойды да, жартылай қалған бұған тура қарап ештеңе демеді. Сосын орнынан тұрды. Қабырғадағы төрі, бұрышты, нән сағаттың тілі тырс-тырс етіп түнгі 10-ды көрсетіп тұр. Айтпақшы, Мәскеуден әкелген сыйлығым бар, деп арт жақтағы сандықшаның аузын ашып, іле сарт жауып, ақ бантик байлаған 4 бұрышты қорап ұсынды. Күйеудің шаш сипары Клеопатра аталған француз иіссуы. Түннің бұруақ болып қалыпты. Жуынам десең душ анау. Жуынып ал. Орынша осы бір қарапайым адамның айтқанына қарсылық көрсетпей көне берді. Төбеден жылы су бүріккен душ астында тұрып, жаны рахаттанды. Жатақханада душта, ваннада жоқ, моншаға да, осап та бара алмады. Хош иісі мүңкіген иіс сабынмен қардай әппақ жұмсақ көпіртіп, қара шашын түгел көмкерген бальзам аралас шампунның иісіне бой балқып, жұмақ күй кешті. Қызыл шарап ұйқысын келтірді, бірақ осы бір қамқор адамнан қорықпады. Бір рет сақал шашын алып, бір